Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жақтар легін ұсынамыз. Сейсенбі күні Украина билігі Ресейді Кахов су қоймасының бөгетін бұзды деп айыптады. Херсонның бірнеше ауылдар мен бөліктеріндегі халыққа шұғыл түрде эвакуация жүргізілді. Ресейдің оккупациялық әскерлері Кахов ССке нұқсан келтірді. Қазіргі уақытта апат ауқымы, судың жылдамдығы мен көлемі су басу ықтимал аймақтар нақтылануда, деді Украинаның оңтүстік жедел қолбасшылығы Фейсбукте. Укргидроэнерго компаниясының хабарлауынша, қоймадағы су 4 күн бойы сыртқа ағатын болады. Бөгет қалпына келмейтіндей дәрежеде қираған. Өзбекстанда қызын аяусыз соққа жыққан әке 3 жылға сотталды. Әлеуметтік желіде Өзбекстанның Қашқадария облысында әкесі қызын аяусыз соққа жыққан видео тараған еді. Бұл жағдайды қызын ағасы видеоға түсіріп әлеуметтік желіде таратқан. Осы жағдайға байланысты жәбірленуші қызға сот медициналық сараптама тағайындалды. Бастапқы мәлімет бойынша қыздың қолынан көгерген іздер табылған. Оқиға толық зерттеуден өткен соң қызын соққа жыққан әкеге үкім шығып 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы Өзбекстан Республикасы жоғарғы сотының баспасөз қызметі хабарлады. Талибан Ауғанстандағы есірткі бизнесінің жолын жауып жатыр. BBC агенттігінің журналисі Ауғанстандағы көкнар алқабының жойылып жатқанын көрсетті. Оқиға Ауғанстанның Нангахар провинциясының шалғай ауданында болған. Журналист бөліскен видеода Талибан тобы негізінен апиын өндіру үшін қолданылатын көкнар алқабын жою операциясын белсенді түрде жүзеге асырып жатқаны көрінеді. Белгілі бір кезеңнен кейін көкнар өсімдіктері апиын шырынын шығарады. Содан кейін оны жинап апиын өнімдерінде қолданылады. Мысырдың Хургада ауданындағы Дримбич демалыс орны маңында демалуға келген туристі акула жеп қойды деп хабарлайды ТАСС агенттігі. Ресейдің бас консулы Воропаевтың айтуынша, акуланың шабуылынан қаза тапқан турист Ресей азаматы. Ақпаратты Мысыр билігі де растап отыр. Ресейден келген туристер дереу ер адамды құтқармақ болғанын, бірақ акула оны су астына сүйреп апара бастағанын айтты. Жыртқыш бастапқыда суға шомылып жатқан ерлі зайыптыларға шабуыл жасаған, бірақ қыз жүзіп шыға алғанымен ер адам үлгере алмаған. Мемлекет басшысының жарлығымен Алтай Көлгінов премьер-министрінің орынбасары лауазымынан босатылды. Ол бұл қызметке өткен жылдың желтоқсан айында тағайындалған болатын. Ал осы лауазымға дейін Алтай Сейдірұлы Астана қаласының әкімі қызметін атқарып келген еді. Ал Көлгіновтің орнына Тамара Дүйсенова тағайындалды. Ақжол фракциясы үкіметтің 2022 жылғы бюджетін атқару туралы есебіне өз сенімсіздігін білдіріп қолдамайтындарын жеткізді. Партия жетекшісі Азат Перуашев мәжіліс отырысындағы мәлімдемесінде қаржы министрлігі ұсынған есеппен келіспеуінің бірнеше себептерін атап өтті. Фракция «Ак-жол» не поддерживает отчет правительства. Назову 5 причин почему. Первая причина – сомнительные достижения в доходах. Хотелось бы обратить внимание коллег на 2 тревожных момента, за счет которых в основном и достигнуто то перевыполнение доходов в бюджет, о которых говорится в отчете правительства. Это увеличение доходов сразу на 42% и займов на 13%. Что такое рост налогов на 42%? Әлемге әйгілі Apple компаниясы қолданушыларын таңғалдыруын жалғастырып жатыр. Жыл сайынғы технологиялардағы жаңартулардың таныстырылымы болашақтың көзілдірігін көрсетті. Apple Vision Pro аталатын көзілдірік өзінде виртуалды әлем мен физикалық әлемді үйлестіре алады. Көзілдірік қолданушылары көз, қол және дауыс арқылы оны басқарады. Бұған дейін компьютер, ноутбук және телефон секілді технологиялардың ішінде қолданған дүниелеріңізді енді көзілдірік арқылы физикалық әлемде виртуалды түрде қолдана аласыз. Елордада Астана халықаралық форум өтті. Жиында сыртқы саясат пен халықаралық қауіпсіздік, энергетика және климаттың өзгеруі сынды өзекті мәселелер талқылады. Форумға мемлекет және үкімет басшылары, жетекші әлемдік сарапшылар мен халықаралық ұйымдардың басшылары қатысты. Халықаралық форумның тақырыбы диалог арқылы сын-қатерлерді еңсеру, ынтымақтастық, даму және прогресс жолында. Онда жаһандық сын-қатерлердің алдын алу мәселелері талқыланды. Форумды ұлттық экономика министрлігі ұйымдастырып отыр, ал шараның техникалық операторы Казэкспо Конгресс ұлттық компаниясы. Шараға түрлі мемлекеттерден 1000-ға жуық делегат қатысты. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.